Сәлем қыздар, сіздермен бірге Ақ Сәуле. Бүгін мен осындай бабушкин квадраттың жартысын қалай тоқитынын көрсеткім келіп отыр. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Тоқу үшін ең алдымен біз ғажайып шеңбер жасаймыз. Және осы шеңбердің ішіне 4 воздушный петля тоқимыз. Тағы 3 столбик с накидом тоқим. 1, 2, 3, 1 воздушный петля тоқим. Және тағы 1 столбик с накидом тоқимын. Бірінші қатарым аяқталды. Енді жіпті қырқып алып тастаймын. Және ғажайып шеңбердің жібін қаттырақ тартамын. Қазір екінші қатарымызды тоқып бастаймыз. Жіптен осындай тәсілмен мен петля жасап аламын. Және осы петляны қазір шеткі воздушный петлялардан жасалған тесікке салып өткіземін. 3 воздушный петля тоқим. Және тағы 2 столбик с накидом. 1, 2. 2 воздушный петля тоқим. 3 столбик с накидом. Барлығын осы бір тесіктің ішіне тоқисыздар. 2, 3. Енді 1 воздушный петля тоқимын. Келесі шеткі тесікке мына жерге дәл осылай тоқып шығамын. 3 столбик с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушный петля және 3 столбик с накидом. 1, 2, 3. Болды, қатарымызды аяқтаймыз. Жіпті қырқып алып тастаймыз. Енді үшінші қатарымызды бастаймыз. Жасыл жіптен ең бірінші мен осылай петля жасап аламын. Енді мынау ең шеткі воздушный петляның үшіншісіне ілмекті саламыз. Және петляны алып шығамыз. Әрі қарай 4 воздушный петля тоқим. Жіпті тартамын, шеткі жіпті. Және мына тұрған тесікке 3 столбик с накидом тоқим. 2 воздушный петля және де тағы 3 столбик с накидом тоқимын. 2, 3. 1 воздушный петля тоқимын. Келесі тесікке 3 столбик с накидом тоқимын. Тағы 1 воздушный петля жасаймын. Шеткі тесікке 3 столбик с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушный петля. Тағы 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. 1 воздушный петля және 1 столбик с накидом ең соңғы петляға тоқимыз. Қатарды жабамыз. Жіпті қырқып алып тастаймыз. Және де жіптің қалған жіптердің бәрін өз беттерінше тығып қоясыздар. Мінекей, менде осындай 2 жарты квадрат шықты. Видео ұнап жатса міндетті түрде лайк басып
пікір қалдырып кетіңіздер, және де экранда шыққан менің басқа да видеоларымды көріп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.